Қазақстандық Астана футбол клубы Чемпиондар лигасының 3-ші іріктеу кезеңіне өтті. Елордалық клуб 2-ші қарымта ойында Литвалық Žalgiris клубын тізе өктірді. Литвада өткен алғашқы ойын 0-0 есебімен тең аяқталған еді. Қарымта ойынның алғашқы минуттарынан ақ Астана өз алаңдарында шабуылдарын үдете түсті. Бұл өз нәтижесін беріп 31-ші минутта қорғаушы Марин Аничич қарсылас қақпасынан саңылау тапқан еді. Ал екінші таймда Žalgiris командасы шабуылдарға кірісіп, 57-ші минутта есепті теңестіріп кетті. Тең нәтиже қарсылас команданы келесі кезеңге өткізіп тұрды. Сол себепті қалған уақыттарда Астана қарсылас қақпасына шабуылдарды көбейтті. Ойынның тек 92-ші минутында Астана есепті еселеп, Чемпиондар лигасының 3-ші іріктеу кезеңіне өтіп отыр. Главные минуты матча на вес и Осылайша Астана командасы Чемпиондар лигасының 3-ші іріктеу кезеңінде Шотландияның Celtic командасымен 2 ойын өткізеді. Ал Алматының Қайрат клубы Еуропа лигасының 2-ші іріктеу кезеңінде Израильдің Маккаби Тель-Авив командасына есе жіберді. Алматыда өткен алғашқы кездесу 1-1 есебімен тең аяқталған болатын. Қарымта ойында Қайрат командасына соңғы минуттардағы төзімділік жетпей қалды. Алғашқы голды Маккабиліктер 5-ші минутта соқты. Қайрат командасының сапында Жерар Гоу 64-ші минутта есепті теңестіріп, үміт ұялатса, Альберман деген Маккабилік ойыншы 86-ші минутта өз командасына жеңіс голын соғып кетті. 2-1 есебімен жеңілген Қайрат Еуропа лигасының турнирін осымен аяқтады.